Мен Кадиров Жангелді Есенжанұлы 1997 жылы Ақтөбе медициналық институтының академиясын бітіріп, Атырау облыстық ауруханасына реанимация бөлімшесіне жұмысқа орналастым. 2008 жылы біздің Атырау облысында кардиологиялық орталық ашылуына байланысты сол кардиологиялық орталыққа анестезиолог-реаниматолог болып ауыстым. Бұл кардиологиялық орталықта жүректің ауруларына, жүректің соның ішінде ишемиялық ауруларына, жүректің соғу жиілігі бұзылған және әртүрлі ақауларда, жүректің ақауларында емдеуге көмек көрсетіледі бұл орталықта. Бұл жүректің ауруларына ең ішіндегі жүректің инфарктісі, оның алғашқы бұрын инфаркты тек қана дәрі-дәрмекпен емдейтін болса, қазіргі жағдайда жүректің инфарктісіне операция ота жасалады. Сол ең алғашқы стентирование деген жасалып, коронарография өткізіп, жүректің тамыры бітелген тамырын, жүрек бұлшықетінің тамыры бітелген тамырына стент қойылады. Немесе ашық түрде операция жасалады, оны аорта коронарлық шунттау деп аталады. Сосын және де басқа шунтированиеден басқа жүректің ақауларына операция жасалады. Ол үлкен аорта қолқа тамырларына және де жүректің дефекті дейді, ақаулары дейді. Бұл аралық перегородкаларында аралықтарды қандай да дефекті болса, соған ақауды сол жерге операция жасап қайтадан қалпына келтіреді. Сонымен қатар жүректің соңғы кезде ауруларын көбейіп отыруына байланысты бізде кардиолог орталықтың қабылдау мүмкіндігі де көбейіп отыр. Көптеген операциялардың түрі көп. Соның ішінде үлкен адамдардың ішінде инфаркт диагнозы, жүрек инфарктісі диагнозы жасарып келе жатыр. 30-40 жаста, бұрын 40-тан кейін кездесетін болса, қазір 40-тан төмен 30 жастың арасында да жүрек инфарктісі кездеседі. Жұмыс жасаған практикада көптеген жедел операцияның түрлері кездесті. Соның көптеген операциялар болды. Соның бір ішіндегі ерекшелігі бір еске сақтайтыны осы күні кеше болған операция бізде. Ол жүректің қолқасы, үлкен тамырының расслоениесі дейді, жарылуы. Соған экстренный операция болды, жедел түрде операция жасалды. Оған қолқа тамырын, үлкен тамырын протездеп және аорта клапанына ауыстырылды. Бұл операция өте күрделі операция болып есептеледі. Жүрек ашық түрде болды. Ол кардиохирургтардың білімділігінің арқасында үлкен операция өтті, сәтті өтті және жасанды қан айналыс аппарат арқылы жасалды. Сол жалпы наркозбен жасалады. Ол кездегі перфузиолог дәрігер, кардиохирург, анестезиолог дәрігер, бұлар үшеуі де бір команда болып жұмыс істейді. Тек қана және мейіргерлер бар, санитаркалар бар, ол үлкен командамен жұмыс. Операцияның ұзақтығы 6-8 сағатқа дейін барады. Сол науқасымыз аман-есен жасалып шығып, қазір жаман емес, қазір реанимацияда емін алып жатыр.